Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметінде сауат ашу сабағы. Балалар, ендеше шаттық шеңберін айтамыз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Балалар, өткен ұйымдастырылған оқу қызметінде қандай әріппен таныстық? Әрине балалар, Ч әріпімен таныстық, солай ма? Ч дыбысымен таныстық. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы Жантайбек пен Айпат, жіңішкелік және айыру белгісі. Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер ішінде бөлу және сөзсіз жеке айту. Балалар, бүгін біз жіңішкелік және айыру белгісімен танысатын боламыз. Суретте көріп отырғандарыңыз жіңішкелік және айыру белгісі. Айыру белгісі съезге келді көп кісі. Жіңішкелік белгісі әріпте емес, дыбыста, белгі дегенің дұрыста. Балалар, жіңішкелік және айыру белгісі орыс тіліндегі енген дыбыстарда сөздерде көп кездеседі екен. Жіңішкелік дыбысы бар сөз жіңішке етіп айтылады. Ешқандай дыбыстың таңбасы емес, сөздің ортасында немесе аяғында кездеседі екен балалар. Ендеше балалар, мысал келтіріп көрейікші. Подъезд. П дауыссыз көк түсте, О дауысты қызыл түсте, Д дауыссыз көк түсте. Айыру белгісі дауыссызда және дауыссыз болып есептелмегендіктен ол белгі болғандықтан қара түсте белгіленеді. Е дауысты қызыл түсте, З дауыссыз көк түсте және Д дауыссыз көк түсте. Балалар, ендеше әліппе дәптеріміздегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма: ауладағы балалар немен жаттығып ойнап жатыр. Ал екінші суреттегі Жантайбек не істеді? Подъезд, кантель, компьютер сөздерін дұрыс айтып үйрен. Бұл сөздерге дыбыстық талдау жаса. Айыру, жіңішкелік белгілерінің басқа дыбыстардан ерекшелігі қандай деп ойлайсыңдар балалар? Келесі екінші тапсырма: өлеңді тыңда. Жанға жайлы жай тапқан, жалқаулығын байқатқан. Жатып алып Жантайбек бас алмайды Айпаттан. Атасы айтты балаға: Айпат жолдас бола ма? Жиып қояды көзіңді, жүр шығайық далаға. Көзіңде де тынықтыр, өзіңде де шынықтыр. Сабақ оқып болғасын, көп қимылда жұмыс қыл. Атасы оны көндірді, компьютерді сөндірді. Балалар, сендердің араларыңда Жантайбек сияқты балалар бар ма? Келесі үшінші тапсырма: жіңішкелік белгісі бар сөздерді дұрыс айтып үйрен. Сызба ішінде жіңішкелік белгісінің орны бар ма? Жіңішке және айыру белгілері басқа тілден енген сөздерде ғана кездеседі. Серігіп алған болсақ балалар, төртінші тапсырмаға қараймыз. Жіңішкелік және айыру белгілерімен таныс бол, және жіңішкелік айыру белгілерін әліппе дәптерімізге жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі біздің ұйымдастырған оқу қызметіміз аяқталды. Оқу қызметіндегі өз жұмысымызды смайликтермен бағалайтын боламыз. Ендеше балалар, қош сау болыңдар балалар, бәріңізге рахмет.